Саламатсыздар ма? Бүгінгі өтетін тақырыбымыз күн жүйесі және күн жүйесіндегі планеталарға арналады. Алдымен планеталарды күннен бастап қатарымен орналастырып сызып көрейік. Енді күннен бастап қатарымен планеталардың аттарын атап өтейік. Бірінші планета ол бізде Меркурий, екінші планета Шолпан, үшіншісі біздің Жер, төртіншісі Марс, және Марстан кейінгі тұрған ол Юпитер, Юпитерден кейін Сатурн, Сатурннан кейін Уран, және Ураннан кейін Нептун тұратын болады. Алайда сіздер байқап тұрғандай, Марс пен және Юпитердің арасында мен осындай бір сызық жасадым, ол бізде астероидтар белдеуі болады. Жазып кетейік. Міне сіздер көріп тұрғандағыдай аттарын атап кеттік. Енді күн жүйесіндегі планеталарды формасына қарай, олардың өлшемдеріне қарай екі топқа бөлсек болады. Олар мынау астероид белдеуі екі топқа бөліп тұрғандай болып көрінеді. Олар алып планеталар және жер типтес планеталар болып табылады. Алып планеталарға Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун жатады. Олар алып планетамен қоса қастарына алып газды планеталар деп атайды. Олардың тығыздықтары нашар, алайда көлемдері өте үлкен болып табылады және массалары да сәйкесінше өте үлкен болып табылады екен. Ал жер типтес планеталарға Меркурий, Шолпан, Жер және Марс планеталары жатады. Онымен қоса планеталарды жерге қатысты екі топқа бөлсек те болады екен. Олар қандай планеталар болады? Олар сыртқы планеталар және ішкі планеталар болып табылады. Ішкі планеталар деп отқанымыз жер мен күннің арасында жататын планеталарды айтады. Ал сыртқы планеталар деп отқанымыз күн мен жердің арасында емес, жерден ары қарай күннен алысырақ орналасқан планеталарды айтады екен. Ішкі планеталардың сыртқы планеталардан айырмашылығы, біз ішкі планеталардың күнді айнала қозғалысына байланысты олардың түрліше фазаларын көретін боламыз. Ал сыртқы планеталардың сәйкесінше фазаларын ешқашан көрмейміз. Олардың күннен шағылысқан әрқашан бір беттік дөңгелек дискісін көріп отыратын болады екенбіз. Тағы бір айтып кететін қызықты факт, ол күннен планета алыстаған сайын оның қасында серіктері қосыла бастайды екен. Мысал айтатын болсақ, Меркурий мен Шолпанда серіктері жоқ, жерде бір серік болады, Марста екі серік, мына жерде астероид белдеуі болады, одан кейін Юпитерде 79 серігі, Сатурнда 82 серігі, тағы сол сияқты серіктердің саны ұлғая береді екен. Алайда Уран мен Нептунда Сатурннан қарағанда серіктері көп деген сөзді білдірмейді. Бірақ әрине Меркурий мен Шолпанға қарағанда серіктері әлде қайда көп. Газды алып планеталардың тағы бір қызықты фактісі, егер де Сатурн планетасын алып су толтырған стақанға салатын болатын болсақ, онда Сатурн планетасы батпайды екен. Ондағы тығыздық судың да тығыздығынан аз екенін білдіреді екен. Бұл біз білетін, жаңа айтып өткен 8 планеталар болып табылады. Планеталарды тағы да атап кеттік. Алып планеталар және жер типтес планеталар болды. Және біз алдын оқып үйренгендей, немесе алдынан білетіндегідей, біз 9 планетаны әрқашан атап жүретінбіз. Мына жерде Плутон қайда деген сұрақ туындайды. Плутонның айналу орбитасы өте сығылыңқы болғандықтан, оның перигелисі Нептуннан да жақын болып қалады екен, ал афелисі Нептуннан әлде қайда алысқа кетеді екен. Ол біріншіден. Екіншіден, Плутонның ашылғалы бері оның периоды бір рет айналып шыққаны енді ғана болды. Үшіншіден, Плутонның өлшемі өте кішкентай. Егер Плутонды екіге бөліп оның беттік ауданын қарайтын болсақ, ол беттік аудан Австралияның ауданымен бірдей ғана болып келеді екен. Және төртіншіден, оның серігі өзімен бірдей болып келеді екен. Және сол сияқты планеталар ашылғалы бері ол планеталарды бір топқа топтап атап шықты. Ол планеталарды ергежейлі планеталар деп атайды. Күн жүйесінде алып планеталар мен жер типтес планеталардан басқа ергежейлі планеталар бар екенін айтып кеттік. Сол ергежейлі планеталарға Плутонды және Плутоннан кейінгі ашылған планеталарды қосып отырды. Ол планеталар Церера, Хаумея, Макемаке, Эрида және Плутон планетасы болып табылады. Жазып кетейік.
Мынау айтып кеткен 4 планета олар күн жүйесіндегі ергежейлі планеталар болып табылады. Алайда күн жүйесі өте үлкен, ауқымды болғандықтан ол өз құрамына планеталардан басқа да аспан денелерін кіргізеді. Ол қандай аспан денелері? Әрине жұлдызаралық орта, әрине астероидтар, одан кейін кометалар және мына планеталарды жатқызады екен. Астероидтарды біз білеміз, және біз астероидтың 3 түрлі атауын айтып кетеміз. Олар қандай? Дерлік мынау жер болсын және жердің атмосферасы болсын. Жердің атмосферасынан тыс жатқандар оларды астероидтар деп атайды. Егер ол жер атмосферасына кіретін болса, ондай объектілерді метеорлар деп атайды. Яғни ол жердің атмосферасындағы жанып кететін объектілерді айтады. Ал егер жердің бетіне келіп құлайтын болса, ондай объектілерді метеориттер деп атайды екен. Біз баяғыдан білетіндей, түнгі аспанға қараған уақытта жұлдыздардың ағып түсулері біз жұлдызақты деп есептейміз, ал ол шын мәнінде метеориттердің ауа қабатына кіріп, жалт еткізіп жанып кетіп жатқан уақыттарын атайды екенбіз. Ал комета деп отырғанымыз ол өте кішкентай дене, және оның орбитасы өте сығылған болып табылады дағы күнді мынандай бір орбитамен айналуы мүмкін. Өте сығылған орбитамен айналады, және күнге тез ғана жақындап, ары қарай қайтып кететін болады. Ең бірінші ашылған кометалардың бірі ол Галлей кометасы болып табылады. Галлей кометасын адам өз өмірінде максимум 2 рет қана бақылай алады екен. Себебі оның периоды 72 жылға тура келеді екен. Егер де бала 10 жасында бақылайтын болса, 82 жасында екінші рет бақылайды, одан кейін оны бақылау мүмкін болмай қалады екен. Комета өзінің ғарыштағы саяхаты кезінде ол күннен алыстаған сайын оның температурасы азайып, ол өзінің бойына шаң тозаңды мұздарды жинап келеді. Айналып келіп күнге жақындай берген уақытта ол өзі күннен жылу алып қызып, және күнге қарай өзінің жылдамдығы болып тұрғандықтан ол артынан мынандай бір шоқтарды қалдырады екен. Ол шоқтарды біз жерде тұрып бақылаған уақытта ол шоқтарды біз жұлдыздың артынан ілесіп бара жатқан бір құйрығы секілді бақылайды екенбіз. Демек, біз бұндай жұлдыздарды аспанда көргенде құйрықты жұлдыз деп атап кеткен екенбіз. Көбіне оны былай салып көрсетеді. Құйрықты жұлдыз осылай болып көрінеді екен. Шын мәнінде ол кометаның күнге жақындап бір айналып қайтып кетуіне байланысты болады екен. Комета шын мәнінде жаңағы жол бойында жинап келген шаңдары мен мұздарының күнге жақындап қызуының әсерінен артынан осындай шоқ шығарып тұрады екен. Планеталардың күнді айнала қозғалысы жайлы Кеплер айтып кеткен болатын. Оны мен алдыңғы лекцияларда айтып кеткенмін. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.